Қарағанды облысына қарасты Қарқаралы аудандағы оңалту орталығына жату мүгедектігі бар жандар үшін мұңға айналған. Кезекке тұру үшін медициналық тексерістен өту де бір нәубет. Ал шалғай аудандардың тұрғындары үшін бұл тіптен күрмеуі көп күрделі мәселе. Мәселелері бір орыннан қозғалмай тұрған жандардың жан айқайын өңірдегі тілшіміз Азамат Серхан баяндап берсін. Эльмира Рамазановаға екінші топтағы мүгедектік берілгеніне 13 жыл болған. Жыл сайын оңалтудан өтуі тиіс, бірақ соңғы 4 жылда сауықтыру орталығының табалдырығын аттай алмай жүр. Айтуынша, медициналық тексеруден өтудің өзі қиямет қайым. Отандық медицинаның жүйесіздігі онсыз да денсаулығы сыр берген Эльмираның жүйкесін әбден жұқартыпты. Нереально просто пройти. 10 күнде өту деген мүмкін емес. Саранда дәрігерге жазылу деген үлкен қиындық. Себебі терапевт жетіспейді. Сосын бір апта күтуге мәжбүр боласың. Ол жерден өтсең невропатолог таппайсың. Әрі қарай көз дәрігеріне қарала алмайсың. Одан қалса ЖИТС орталығы тағы бар. Оның нәтижесін бір аптадай күтесің. Қарқаралыдағы оңалту орталығы мемлекет меншігінде. Жауапты басқарма мұндағы толассыз кезекті мойындап отыр. Аталмыш орталық әу бастан-ақ бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар азаматтарды қабылдау үшін ашылған. Қазір мұнда зейнеткерлер мен ковид індетімен ауырғандарды да жіберетін болған. Сондықтан мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған орындар саны айтарлықтай қысқарғанын айтады. Иә, дәрігердің қабылдауында болу медициналық тексерістің тым көп уақыт алатыны туралы шағымдар жоқ емес. Бұл мәселені назарға алып, еңбек министрлігіне дәрігерлер тізімін немесе медициналық талдау санын азайтуды ұсынудамыз. Тағды тәлкегіне түсіп, онсыз да бейнет көріп жүрген мүгедектер ауру үстіне ауру жамап аламыз ба деп алаңдайды. Өйткені мүгедектерге арналған оңалту орталығына бас ауырып балтырсыздағандардың барлығы баратын болып отыр. Азамат Серхан, Еркебұлан Тойболдин, Айбат, жаңалықтар қызметі.